Барлықтарыңызға сәлем достар. 50 сабағымызға келіп жеттік. Алдыңғы сабағымызда айтқандағыдай, бүгін біз to be past'ың сұраулы сөйлемін үйренетін боламыз. Яғни бір қайталап өтейін. Балалар you, we, they болған кезде біз to be past'та болымды біз were арқылы қоятынбыз. You were, we were, they were, олар болды, сендер болдыңдар, біз болдық деген сияқты. Болымсыз сөйлемі you weren't, we weren't, they weren't, яғни сен болған жоқсың, сендер болған жоқсыңдар, біз болған жоқпыз, олар болған жоқ деген сияқты. Енді сұраулы сөйлемді қою үшін біз осы word'ді біз алдына жібереді екенбіз. Сол кезде бұл не болады? Балалар, сұраулы сөйлем болады екен. Were you? Сен болдың ба? Were you at home? Сен үйде болдың ба? Were we? Біз болдық па? Were they? Олар болды ма деген сияқты. Міне, болу етістігін өткен шақта осылай сұрақ қояды екенбіз. Бірден мысалымызға көшейік. Бірінші мысалымыз, сен сол жерде болдың ба? Сұрақ. Сен сол жерде болдың ба? Were you? Сен болдың ба сол жерде? There. Were you there? Сен сол жерде болдың ба? Немесе сен were you here дейтін болса, сен осында болып бедің деген сияқты мағына. Олар табысты болды ма деп сұрақ қоятын болса. Were they табысты деген балалар? Successful, табысты. Яғни бір жетістікке жеткен, табысқа жеткен адамды табысты деп айтады екенбіз. Were they successful? Олар табысты болды ма? Олар табысты ма деп қазіргі моментті сұрайтын болсақ, are they successful? Онда to be present пен сұраймыз. Оның көпшет түрі are. Are you, are they, are we деген сияқты естеріңізге түскен шығар. I-ға am, you, we, they-ға are, he, she, it-ға is деп болады. Сонда олар табысты ма деп қазіргі моментті сұрасақ, are they successful? Were they successful? Олар табысты болды ма деген өткен шақтан айтылады екен. Түсінікті, Олар бақытты ма десек, are they happy дейміз, Ал олар бақытты болды ма деп сұрасақ, онда were they happy деп айтады екен. Were they happy? Сен ұйықтадың ба? Яғни сен ұйқыда болдың ба? Тиыспал деп мысалы сұрайтын болса, Were you asleep? 5 minutes ago деп арғара айтуға болады. 5 минут бұрын сен ұйқыда болдың ба? Сен ұйықтап жаттың ба? 5 минут бұрын деген сияқты. Were you asleep 5 minutes ago? Деген сияқты осы айта беруге болады. Were you asleep? Сен ұйқыда болдың ба? Сен жалғыз болдың ба? Were you жалғыз? Alone. Were you alone? Сен жалғыз болдың ба? Сен ауырдың ба? Were you sick? Немесе ill деген. Were you sick? Немесе ill. Екеуінің біреусі. Сен ауырдың ба? Were you sick? Were you ill? Сен ауырдың ба? Немесе сендер ауырдыңдар ма? Көпше түрде, Сенің атанаң қолы бос болған жоқ па? Яғни занят болды ма? Орысша айтқанда, сол ыңғайлырақ болады. Көпше түрде. Were your parents? Were your parents busy? Яғни сенің атанаң занят болды ма? Екі атана болғандықтан parents деп тұрмыз. Сол үшін де мына were-ді қолданамыз. Егер бір адам болатын болса, мысалы, сенің әкең занят болды ма деп сұрайтын болса, онда біз was арқылы қояды. Was your father busy? Сенің әкең занят болды ма деп сұрайтын еді. Ол бір адам. Бұл жерде енді көп адамдар болғандықтан, көпше түрге жатқандықтан біз were арқылы қоямыз сұрақты. Соны ұмытпаңыздар. Олар бақытсыз болды ма? Жаңа міне қараңыздар, бақытты деген happy болады екен. Бақытсыз деген unhappy болады екен бала.
яғни бақытсыз деп, бақытты емес деп, will not happy деп, wasn't немесе weren't happy деп айтуға болады. Бірақ бақытсыз деп бірден сөз айтқыларыңыз келсе, онда алдына an деген сөзді қойсақ, сонда бақытсыз деген сөз шығады екен. Unhappy деген сияқты, жақсы ма? Were they unhappy? Олар бақытсыз болды ма? Яғни happy бақытты, unhappy бақытсыз. Келесі сөйлеміміз, балалар. Сен жаңа орысша айтқан кезде нервничал дейді ғой, жаңа жындандың ба деген сияқты, иә? Сондай. Were you nervous? Сен нервничать еттің бе? Were you nervous? Нервничать еттің бе? Яғни жындандың ба деген сияқты мағынасы, иә? Ашуланудың бір ұқсастығы, иә? Ашулану angry, nervous деген жаңағы нервный болу, нервничать ету, жаңағы жындана бастау, ашулана бастау деген сияқты осындай, иә? Сен қызғандың ба? Were you jealous? Were you jealous? Сен қызғандың ба? Jealous деген қызғану екен, балалар. Were you jealous? Сен қызғандың өткен шақта. Сен қызғанып тұрсың ба деген, ол уже осы шақ болады. Are you jealous? Ты ревнуешь деген сияқты. Сен қызғанып тұрсың ба деген сияқты. Иә? Енді келесі, сенің достарың жауапты болды ма дейді. Жауапты деген балалар, бір істі, тапсырылған істі уақытылы кешіктірмей орындайтын адамды, ісіне жауапты адамды біз жауапты адам деп айтамыз. Орысша айтқан кезде ответственный, ответственный человек. Соған байланысты сенің достарың жауапты болды ма? Were your friends? Friends, достарың деп тұрмыз, балалар, қараңыздар. Егер friend деп бір досты айтатын болсақ, were your friend деп, мысалы, бір досты айтатын болсақ, онда біз was арқылы қоятын едік. Was your friend? Ана жерде достар деп тұр. Were your friends responsible? Were your friends responsible? Сенің достарың жауапты болды ма? Responsible, жауапты болу, быть ответственным, орысша айтқан кезде, балалар. Так, мұқият болды ма? Яғни сен мұқият болдың ба? Were you attentive? Attentive, мұқият болу, бір нәрсеге мұқият зер салып, тыңдау, қарау деген мұқият болу, осы attentive. Мұқият болу, быть внимательным, орысша айтқан кезде. Were you attentive? Ты был внимателен? Сен мұқият болдың ба? Деген сұрақ. Жақсы ма? Саған ыңғайлы болды ма? Were you comfortable? Саған ыңғайлы болды ма? Comfortable, ыңғайлы, комфортабельный орысша айтқан кезде, комфортный, комфортабельный деп айтып жатамыз. Сол комфортный деген ыңғайлы деген сияқты, жайлы деген сияқты сөз. Were you comfortable? Саған ыңғайлы болды ма? Тебе было удобно орысша айтқан кезде. Олар дайын болды ма? Were they ready? Were they ready? Олар дайын болды ма? Were you with anyone? Сен біреумен болдың ба? Were you with anyone? Anyone. Біреумен. Anyone. With any. Бірге. Сен біреумен бірге. Сен яғни жалғыз болған жоқсың ба? Біреумен болдың ба? Were you with anyone? Так, сен кеше бос болдың ба? Were you free yesterday? Were you free yesterday? Сен кеше бос болдың ба? Сен әскерде болдың ба? Алдыңғы сабағымызда өткенбіз, Were you in the army? Were you in the army? Сен әскерде болдың ба? Так, келесі мысалымыз.
Так, сенің кітаптарың партаның үстінде болды ма? Біз өткен сабақта қараңыздар. Сенің кітабың, дедік қой деймін, иә? Сондай мысал бердік қой деймін, иә? Кітабың сөмкеңнің ішінде ме деген сияқты сұрақ қойғанбыз, иә? Ол кезде біз кітабың дегенде was your book деп қойғанбыз, иә? Енді сенің кітаптарың were болады екен. Were your books. Көпше тұр болғандықтан біз уже was емес were арқылы қойып жатырмыз сұрақты. Were your books партаның үстінде ме еді? On the desk. Were your books on the desk? Сенің кітаптарың партаның үстінде болып еді? Деген сияқты. Оның қолдары кір болды ма? Қолдары екі қол. Сол үшін біз were арқылы қойдық, иә? Were his егер ұл баланыкі болатын болса, иә? Her егер қыз баланыкі болатын болса, его, his его, her ее болады екен. Were his hands. Немесе were your hands dirty. Оның қолдары кір ме еді? Were his hands dirty? Таза ма еді? Clean, иә? Were his hands clean? Оның қолдары таза ма еді деген сияқты. Келесі сұрақ, біз достар ме едік? Біз достар болып па едік деген сұрақ. Were we friends? Біз достар ме едік? Достар ме едік болғанда, иә. Өткен шақта ғой, біз дос болып па едік деген сияқты. Біз дос болып па едік деген сұрақ. Were we friends? Біз жақсы достар болып па едік? Were we good friends? Біз жақсы достар болып па едік? Мықты достар болып па едік? Were we best friends? Мықты достар, жақын достар ме едік деген сияқты сұрақ қою үшін осылай қояды екеміз. Мінекей балалар. Сендердің іштерің пыстырпау үшін тез жазып шықсын. Енді осыны бір рет оқып берейін. Болымды сөйлем. To be past'та көпше түріне арналған you were, we were, they were болады. Сендер болдыңдар, біз болдық, олар болды. You were not, we were not, they were not. Олар болған жоқ, біз болған жоқпыз, сендер болған жоқсыңдар. Болу білесіңдер, бір жерде болуы мүмкін, немесе бір кейіпте болуымыз мүмкін. Сол were деген алдына шығатын болса, онда сұраулы болады. Were you, сендер болдыңдар ма? Were we, біз болып бедік, болдық па? Were they, олар болды ма деген сияқты. Мысалдарымыз. Were you there? Сен сол жерде болдың ба? Were they successful? Олар табысты болды ма? Were they happy? Олар бақытты болды ма? Were you asleep? Сен ұйқыда болдың ба? Ұйықтадың ба? Немесе were you alone? Сен жалғыз болдың ба? Were you sick? Сен ауырдың ба? Were you ill? Сен ауырдың ба? Were your parents busy? Were your parents busy? Сенің ата-аналарың занят болды ма? Were they unhappy? Олар бақытсыз болды ма? Were they nervous? Олар сен нервістеттің бе? Немесе сендер нервістеттіңдер ме? Were you jealous? Сен қызғандың ба? Were your friends responsible? Сенің достарың жауапты болды ма? Were you attentive? Яғни сен мұқият болдың ба? Were you comfortable? Яғни саған ыңғайлы болды ма? Were they ready? Олар дайын болды ма? Were you with anyone? Сен біреумен болдың ба? Were you free yesterday? Сен кеше бос болдың ба? Яғни қолың бос болды ма? Were you in the army? Сен әскерде болдың ба? Were your books on the desk? Сенің кітаптарың партаның үстінде болды ма? Немесе сенің кітаптарың партаның үстінде ме еді? Were his hands dirty? Оның қолдары кір ме еді? Кір болды ма? Were your hands dirty? Оның қолдары кір ме еді? His оның ұл баланыкі, her оның қыз баланыкі. Were we friends? Біз достар ме едік? Мінекей балалар, осымен міне 20 сөйлемімізді аяқтадық. Арасында міне жаңа сөздердің қастарына міндетті түрде аудармасын
жазып отырыңыздар, иә? Себебі мына жаңа сөздерді ертең практикалық сабақтарды істеген кезде ұмытып қалсаңыздар, осы жерден қарап, осы жерден жазылуын бәрін қайтадан көшіріп жазсаңыздар болады. Олай болса, барлықтарыңызға сәттілік. Бір нәрсені түсінбесеңіздер, маған жазыңыздар, сұраңыздар. Әрдайым сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын мен. Олай болса, барлықтарыңызға сәттілік, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше